Баянауыл ондай сұлу емес болар. Подставной болады да. Сәкен шыңы деп аталады. Қазақша сөйлейді. Ертең мынандай әңгімеге қаламыз да. Қай кітапта бар ол? Бірді ренжімеңіз, мен сізге жеке тиіспей жатқан жоқпын. Мне очень интересно. Шақты платформа бар әлемде. Бірақ тек біздің дәстүрлі бағыттарға жоқ. Турист ол готовый программа. Как видите, мы все собрались. Сейчас вот все с друг другом знакомятся, потому что тут есть люди, которые друг друга вообще не видели, не знают, вот впервые увидели. Есім Рахымжан, Айкараван жобасы бірінші көрген кезде кәдімгідей ыстық басылды. Аса енді керуен деген сөзден шығып тұр ғой шамамен. Достар, менің есімім Азамат Асқарұлы. Бүгін Алан қалауымен Айкараван жобасымен саяхатшы, қазақтың ежелгі дәстүрі бойынша жолаушы ретінде жолға шығып жатырмыз. Достар, мен бірінші рет келдім ғой. Енді көреміз қалай болады екен. Бүгін тобымызда жаңа адамдар көп, мен танымайтын адамдар бар. Және солардың ішінде осы Айкараван концепциясымен, Айкараван жобасымен бірінші рет шығып келетін адамдар бар. Олар бірден танылады, себебі қандай ауылға барамыз, қай жерге барамыз деп сұрап жатыр. Меня зовут Зауреш, я блогер, обзорщик, начинающий тревел-блогер. Очень рада. Спасибо большое, Айша, Талгат, за приглашение. Қайырлы таң. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бір мемлекетті танығың келсе, оның мәдениетіне сүңгі дейді ғой. Сапарларыңыз оң болсын әрдайым. И сейчас мы будем завтракать и по ходу дела будем кидать жребий. То есть куда мы поедем сегодня, в какой аул. Вот Айкараван — это такая программа, у нас нет конкретного такого, знаете, определенного места, куда мы поедем. Мы выбираем именно вот здесь, кидаем жребий, и какой жребий попадется самым большим количеством, мы именно едем в тот аул. И, кстати, нас там никто не ждет, мы просто едем по древней казахской традиции құдайы қонақ. Көпшілік нені таңдайды, соған қосып. Мен қорғал жұмысқа. Мен әйеліме қосылдым. Анау, уже женская манипуляция кетіп қалды ғой мына жақта. Біз вообще біздің қатысымыз жоқ. Өз шешімдеріңізді өздеріңіз қабылдап отырсыздар. Турасы басталды. Екі бағыт таңдаймыз. Біреуі Қарқаралы деп тұрмыз Қарағанды облысының, екіншісі Павлодар облысындағы Баянауыл. Енді қазір барлығы жиналған. Бір дауыс бізде Қарқаралы бағыты. Екінші Қарқаралы. Бір бағыт Баянауыл ашылды бізде. Екінші, үшінші Қарқаралы бізде. Баянауылдың несіне біреу жазған ғой да? Баян. Davka ғой. 4 Баянауыл. Коэффициент көтереміз. Баянауыл. Бесеу. Қарқаралының тауларын салып қойған ғой. Қандай керемет. Тау сатқан адам ғой. Кім екен? Точно Қарқаралының адам ғой. Қарқаралының адамы. Баянауыл. Баянауыл. Бұйырған көрейік тәуфейік. Ағамыз бізбен бірге. 8-іміз Баянауыл. 8 екен жері. 7-еу Баянауыл, одан соң 4-еуі Қарқаралы. Және біз Баянауыл бағытына баратын болдық. Сөйтетіндей қазір просто қыстан шығып жатыр. Бір әдем болып тұрған, әлі көп күндік болып тұрған шыңы жоқ болу керек. Негізі өткен жолы біз қыста Баянауылға барғанбыз. Сол кезде сәл бірдеңе жетпей қалғандай болды да. Бір 3-тен 1 бөлігін ғана сүргенбіз. Енді соны бір толықтырайын деген ниет болды. Бір жағынан Баянауылға тағы бір барғым келді. Сол себепті Баянауылды таңдағанмын. Өйткені мен Баянауылда болдым біріншіден. Екіншіден дәл қазір енді көктем енді шығып жатқан мезгілде Баянауыл ондай сұлу емес болар деп ойлап тұрмын. Әлі көгерген жоқ. Жаңағы көбікті барлығы көпіріп әдемі болып жатқан жоқ деп ойлаймын. Баянауыл. Мен Баянауылда мен естідім, Баянауылда көп жақсы тарихи жерлер бар. Мен Құдай қаласа мен армандап Баянауыл бару керек.
Мен Қарқаралыға барғым келді басында, бірақ Айшаның агитациясынан кейін Баянауылға барғым келіп кетті. Сөйтіп ақырысында екеуіне де баратын болып шықтық. Негізі Қарқаралы мен Баянауыл деген өте жақын жерлер. Екеуінде табиғаты керемет, сол үшін күшті сапар болады деп ойлаймын. У нас было два выбора, куда мы поедем: в Карагандинскую область, в Хархаралы, или же в Павлодарскую область, в Баянауыл. По жребию мы определяли, и именно по жребию большинство голосов было отдано именно в Баянауыл. И вот команда Айкараван, мы сейчас выдвигаемся в Павлодарскую область, а, кстати, в Баянауле очень много красивых мест, сакральных мест и очень красивая природа. Құрметті саяхатшылар, жолымыз сәтті болсын. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктің, түрбең жолдары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоқта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, адам сүйенген шарбақлар. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбақлар. Мен қазақтың тарихы туралы әңгіме қозғап жатыр. Біздің өз қызығымыз болып жатыр мында. Күшті, иә. Бізде де жақсы әңгіме болып жатыр. Негізі ауысып отыру керек, жақсы танысу үшін. Иә. Осылай келесі остановкаға дейін ауысып болсақ, бір-бірімізбен танысуға жақсы болады. Негізі менің саяхаттарымның мақсаты 5 откровений о жизни дейтін кітап бар. Сол кітапта мысалға өлетін күндері белгілі адамдар, шамамен 6 ай қалған, 1 жыл қалған, сондай адамды бағатын, қасында отыратын қалай сиделкісі, сол адам жазған кітабы. Әртүрлі адамдардың неге өкінетінін, қандай өкініштері бар екенін туралы жазған. Сол жерде көп адамдар армандарын ертеңге қалдыра береді. Мысалға біреу мұхитқа шомылып көргісі келеді, біреу Эйфелев башнаны көргісі келеді. Келесі жыл барам, сонымен қалып қояды. А концовка өмірі бітіп қалды. Ақыры арманы орындалмай қалды. Мен қартайғанда олай отырғым келмейді. Степь – это душа казаха. Когда казах приезжает в степь, он действительно отдыхает, он действительно, можно сказать, кайфует и перерождается. Да. За эти казахские степи в свое время бились наши предки, защищали эти степи, потому что степь – это наше все. Мысал үшін бірдеңені түбегейлі бір жоспарлап барсаң, бірдеңе кедергі болып тұрады ғой, ойың іске аспай, әйтеуір бір бағытың бұрылып. Осылай ойламаған, күтпеген жерден болған дүниелер кәдімгідей көңілге шынайы бір қуаныш сыйлайды да. Онымен не жегенің барасың? Жазда мына жерде атпен толып тұрады ауылдың адамдары. Приехали в село Турайгыр. Очень красиво. Действительно впечатляет природа.
неописуемая красота. В такие моменты понимаешь, что все остальное, то, что построено в нашем городе, это ничего по сравнению с вот этой вот природной красотой. Өзіміздікілер келе ма, шетелдіктер ма? Жоқ, өзіміздікілер. Ага. А неше атқа міну негізі қанша? 1500 теңге қанша минут? От души круг катеніп келесің. От души круг катеніп. Яғни 1500 теңге беріп, бір круг былай айналып қой. Шабамыз ба әлде? Өзің білесің, иә? Жетекке десең, жетекке де может. Ага. Атқа қазіргі таңда енді атта жүрсің ғой өзің. Көп кім мінеді, қыздар ма, ұлдар ма? 50-қа 50. Аға қыста қатпай ма бұл бақыл суға? Жағына мекен, ар жағына да бар екен. Жоқ, мына суды ішсең бай боласың. Мына жерде бұлақтың архитекторы Какамбетов Нұрлан дейді. It's been one of my dreams to tour around and see historic and lovely places. Actually, being the first time is actually impressive. And I think we're going to have a great time. Және де осы Торайғыр ауылының маңында Сәкен шыңы деп аталатын осындай шың бар. Бұл жерде кезінде сол Сәкен Сейфуллин біраз уақытын өткізген дейді. Біраз аңыздар бар. Осы төңіректе біраз уақытын өткізіп, өлеңдерін жазған. Және де мынау қудалау заманында осы тау-тастың арасында көп уақытын өткізген деген үлкен ақпарат бар. Не болды қалып кетсің ғой? Сол айнам. Жүрсің. Мен шаңлан сездім да, үшеуімді ауысып кеткен қарады. Арқайсың. Мен саңған машинадан шағырды. Сонымен? Негізім қорқыныш болған жоқ. Үш апта біреу үйге. Құдай қонақ қуасылар деді. Иә. Находимся в поселке, то есть рядом с поселком Торайғыр, который находится именно в Павлодарской области, рядом с Баянауыл. Получается, Баянаулский район. Торайғыр, он назван именно в честь вот этого величайшего человека, Султан Махмуд Торайғырова. Давайте вкратце про Султан Махмуд Торайғырова. Он является одним из самых величайших людей в истории казахского народа, потому что он жил еще во времена Российской империи. Представляете? И вот в то время он боролся за свободу казахского народа. Он писал очень много стихов, очень много рассказов, очень много именно затрагивал темы, можно сказать, антипропаганды, которая шла в сторону казахского народа. Например, были такие моменты, когда в то время в Казахстан заходили такие менталитеты, такая культура, которая вообще не подходила казахскому народу, да, со стороны религии, со стороны культуры, со стороны менталитета. И вот Султан Махмуд Торайғыров боролся против всего этого. Он всегда говорил «Алаш». Алаш. То есть мы, казахи, называем себя как бы Алашом, да, издревле. И вот Султан Махмуд Торайғыров был против всего этого, чтобы на казахские земли заходили то, что не нужно казахам, и травили мозг казахскому народу. Он писал поэтому стихи именно насчет этой темы, да. И, можно сказать, открывал глаза казахскому народу. Вот такой вот величайший человек. Если приедете в Баянаул, обязательно посетите это место, вот этот мавзолей.
аман есен жететін жерінің бәріне жетіп, түсіретін түсірілімдерді түсіріп, Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыздың басына барып зиярат жасадық. Ендігі біздің мақсат дәстүр бойынша Құдай қонақ дегенді жаңғырту. Яғни қазір Баянауылға барамыз да, бізді бір мәрт қазақтың шаңырағына барып күтетін бір үйді іздейтін боламыз. Оны табу үшін алдыда кім жүреді, ол үйге кім кіреді деген осы жерде мәселе тұр. Үшеумізге сулиф ойнаймыз, 3 водитель, 3 жүргізуші. Қайсымыз ұтыламыз, сол барады. Кеттік ал. Сонда қазір қалай болады, үшеуміз ойнаймыз? Бірінші шарж береміз дедің ба? Иә. Үшеуміз, сосын екеуі қалады. Шығып кеткен екеуі қалады, Соңғысы ма? Болды ғой, ұтылып қалған адам соңында. Получается, біреу шығып кетсе болды, автомат түрі шығып кетті. Біреу шығып кетеді, екеуің қаласың. Кеттік ал. Соңында кім қалып кетеді? Екеуміз қалған 2 адам до 3 побед ойнайық, кеттік. Сулифа. Салам алейкум, брат. Сразу шешіп тағансың ғой, оны үшеуі қумай, круговой қумай. Ал енді қазағымның даналығы сол жерде ғой. Дастарханнан үлкен емеспіз. Өзімізбен сапарлас. Аманжанның үйі бізді сапарға шықты дегенді естіп, жол кесіп өтпеңдер деп дастархан жайып қойған екен. Бір кідіріп, нан ауыстырып, шай ішіп шығуды ұйғардық. Бір күні бір досым ішіп алған ғой, осылай қолына пилтишки сатып қойғам ғой. Оны стакан екен деп қалды ғой деймін. Тілек айтып тұр, оның арасында қоқ қояды дейді. Анау пилтишки қой десем, қайтадан стакан қосасты. Байқамай білмей қалмасын дегенім ғой енді. Қалай дейміз енді? Құдай қонақ дейміз бе, жоқ? Арнайы қонақ дейміз? Бұл қыдырма қонақ. Қыдырма қонақ. Батыс жақтан келді, Астанадан, Қарағанды, Екібас болған. Шетелдіктер келді ма? Шетелдіктер Ақтөбе. Ну, это еще достарымды микро. 3 машинаның ішінде ауыз ауылына жіберіп берсе. Бәрі Сағат 10, кешкі 10 болды. Тура көп үйлердің жарығы өшіп тұр. Бірақ мұнда дауыстар шығып жатыр екен. Дауыстарға келсем, футбол алаңында балдар ойнап жүр. Қазір солардан сұрап көрейік. Олар ғана ұйықтамай жатқан сияқты. Шоке шығар. Ассалаумағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Есі қайдан өжін? Местный жігіттерсіңдер ме? Иә. В общем, біз қыдырып жүрміз. Астанадан келдік. Астанадан бір бүкіл Қазақстаннан жиналған мына жақта халық. Ауылдарды аралап жүрміз да. Брат, естідіңіз ба жағдайды? Бағана жігіттерге айтып берген ғой. В общем, бізде Айкараван деген проект қой. Осы қазақтардың қонақжайлығын, дәстүрлерін көрсетіп жүрміз. Уже біраз өңірлерді айналдық, Монголияға барып келдік. Осындай любой жолда түскен ауылға тоқтаймыз да. Құдай қонақ боламыз. Покажи мне шу. Шу покажи. Я Месси вообще. Ты Месси вообще не буду. Он Роналду жоқ па? Роналду бар, ане. О, қане, Роналду? Менің ағам футболист. Сен ағаң футболист ба? Шу. Қалай жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Аллаға шүкір, бүгін біз сіздің қонақпыз. Тема, жақсы болды жігіттер жүрген. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалдыңыз олай. Сіздер ауылға құдай қонақ болып келіп қалдық. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сізге айтып берген шығар бірақ шет жағасын. Айкараван жобасы біз қазақтардың құдай қонақ ұғымын, қонақ жайылған көрсетіп жүрміз. Келіп айттық, осындай кім шақырасыңдар дедік, сізге звондаған сияқты ғой. Иә, мен хабарластым. Өзіңіз әкімсіз ба сол ғой? Керемет. Атым Сәбит. Мәшһүр Жүсіп ауылы, бұл Жаңажол ауылдық округі, Баянауыл ауданы. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының атындағы ауыл. Қош келдіңіздер. Рахмет. Қош көрдік. Иә. Ауылымыз енді осы шағын. Көбінесе мектебіміз бар.
екі жаңағы мұражай бар. Біздің басты мақтанышымыз қазақтың жалпы мақтанышы Мәшһүр атамыздың атындағы кесене бар. Иә, оған таңертең барамыз деп отырмыз сол. Кесене бар оның басында. Қонақ үй бар, мұражай бар, конференц зал бар. Қазіргі енді бізге керек ол қонақ болу біреуге барып. Реттейміз. Болды. Аллаға шүкір жеттік ау. Құдай қонақпыз осы жолы. Шынымен де Құдай қонақпыз. Танымаймыз. Мәшһүр Жүсіп атамыздың ауылы, ауылдың әкімінің өзі үлкен басын кішірейтіп, қазақтың сара жолын, дара жолын көрсетіп, бізді күтіп алып, бір үйже қалып келді. Қазір иесімен танысатын боламыз. Примерно кластасына ида жіберген шығар. Сіз Талдықорған. Қарағанды, Алматы, Нигерия. Абдукарим. Таза қазақша сөйлейсіз. Таза қазақша. Жақсы. Қазір бірге неге кіреміз. Екінші үйде бірге келейікші, ол да бос шығар. Қыздар, ұлдар деген варианттар. Синавал бола береді. Жоқ, бірге отырып шай ішсек дұрыс шығар. Бірге отырып содан кейін жатсақ, қай жерге жатсақ та бәрі. А, еще шай ма? Шай ішуге екеуміз ғой. Аманның үйінде шай не болды сонда? Бұл жерде ертең мынандай әңгімеге қаламыз да. Ой, сендер прямой оңай жол тауып әкімнің үйі бардыңдар, дәстүр не болды дейді. Жоқ, братан, бұл темада жүрмін ғой, мен білемін ғой, братан. Қандай темада жүрсің? Осы темада жүрмін ғой. Дәстүр дейтін нәрсені өзің біліп тұрсың ғой да? Иә. Ал сен ауылға келдің, әдеби қай кітапта жазылған барып кедей кепшіктің үйіне барып Құдай қонақ түскен? Жоқ, кедей. Бір минут жауап берсем бола ма? Ертеде арнайы кедей кепшіктің үйіне барып түскен. Ертеде, мен сөзімді аяқтайын. Себебі ауылда кедей кепшік деген дүниені жарияламаған. Барлығы бір, мысалы үшін, сол ауылдың байы солардың барлығын қамтамасыз етіп отырған. Мысалы үшін, сал зерлер болмаса жаңа Құдай қонақ, именно сол кедей кепшіктің үйіне барған кезде сол ауылдың бай сымақтары сол жағдайын жасап, ауылдың ынтымағы мен бірлігін көрсеткен. Бірінші, екінші сол үйдің жағдайын жасап, келген қонақ оның кедей не екенін білсін деп емес, керісінше барлығы ауызбіршілікте ынтымақта екенін көрсін деп жағдайын жасап, Құдай қонақ болып кеткен. Ол ауылдың идеологиясында бұрынғыларда анау кедей, анау бай деген болмаған. Барлығы ортақ бір ынтымақта болған. Қай кітапта бар ол? Мен өзім сол ауылда өстім. Мен оқыған әдеби кітаптардың барлығында, мысалы Абай жолының өзінде де барлық кітаптарда кедей бөлек тұрған, бай бөлек тұрған, кез келген Құдай қонақ келген қарайды ауылда. Қай үйдің мына қара үйлер ғой, ол кезде күйіз үйлер бай үй бөлек, 5 қанат, 6 қанат бөлініп тұрады. Осы үйдің жағдайы барау мені күтетіндей дейтін үйге барып түскен кедей кепшікті қинамас үшін да малын сойғызып, өзі бір мал отырмай Құдай қонаққа міндетті түрде мал сойған. Ол кедей адам, ол барып байда мал соймайды, менің келіп түсіп жатыр деп. Жоқ, Құдай қонаққа арнайы мал соймаған, барымен күткен негізі. Сол моментте жаңағы байсымақтар келіп, жағдайын жасап, малын сойған. Ол біреуге әурешілік тудыру емес. Сөзіміз оны қонақтың өзі кеттік. Біздің мақсатымыз осы негізі. Біздің шынайылық қадір қасиетімізді, ертеден қалған салт дәстүрімізді қайта жандандыру. Біреуді әурелеу болмаса біреуге әбігерлік салу емес. Мына ұйықтап қалған, тереңде қалып қалған біздің салтымызды қайта жандандыру. Мақсат сосын айтпай жаңағы, айтпай келіп, сол мысал үшін ауылдың ауызбіршілігіне ынтымағы. Былай не ғой, қонақ жайлы қалды ма деген сияқты, кіргізе ма, кіргізбей ма. Қазір осы үйге барсаң кез келген негізі кіргізеді ғой, просто сіздерге мен кездескенім қандай жақсы болды. Енді сол ғой, міне көрдіңіз бе, мысал үшін. Мен бір оқушы футбол ойнап жүрген, тер қара терлеп, өз жалғызымда
Украина ұлтынан бір семья қалған отбасы. Өзі ұлты Украин, Игнатовтар. Соның жаңағы Дархан деген әскерден келген баласы бар, футбол ойнап жүріп, маған келіпті қаратер осы бір кісілер келіпті. Сізден басқа кімге барамыз дейді сол. Міне көрдіңіз бе? Міне. Енді ол біліп тұрған мен ауылдың басшысы екені маған келіп тұрды. Сіз айтыңыз осылай. Демек қазір мен өзім барам. Біздер келген мезгілде сұрадық қой. Қаладан жол жүріп келдім. Ауылдағы ең қонақжай деп өздерің санайтын, ең қонақжай деп санайтын адамды айтыңдар деп. Сөйтіп сұрап жатқан мезгілде мен келіп артынан айқайладым, әкім қай жерде тұрады, әкім сол негізі ақиқатын айтқанда бұл жерде біз әкім, ауылдың байы жаңағыдай ондайға мүлдем біз не қылмайтынбыз, бармайтынбыз. Біз келетінбіз, айтатынбыз, қонақжай кім бар ауылыңда, осындай шама шақты адам келді, кімнің үйіне баруға болады. Бәкең, әкім қайда, әкім шақыр дейді. Ол таспалдарға уже миына кетіп қалды, әкім келу керек. Мотоцикл ұшып Ал енді бұл жерде біздің жоспарымыздан сәл былайырақ болып кетті да, әкімнің келіп қалғаны біз. Сол үшін сіз кете беріңіз. Сол үшін біз келесі ауылға кеттік. Сол үшін біз кеттік басқа жаққа. Бұл постанова болып қалды да, сіз қазір көрдіңіз ба, сіз қазір келіп, сізді мысалы өз үйіңізге жатқызған жоқсыз, көрдіңіз ба? Бұл жерде ренжімеңіз, мен сізге жеке тиісіп жатқан жоқпын, бірақ сіз қазір өзіңіздің абыройыңызға жұмыс істеп жатсыз. Қазақтың дәстүрін емес. Сол жерден біз сізді кемсіту үшін келген жоқпыз. Жаңағы Алекең айтып кетті ғой. Сіз өз үйіңізге алып кетсеңіз, идеальный болар еді. Қараңыз. Дәстүр сол кезде ойнайды. Бұл жерде қазір постанова ойнады да. Тыңдайық. Әзір. Келіншегіміз бардым ғой. Ол айтты, маман айтты ғой. Біз неге апаруға бола ма екен деді. Сол сөзді айтты. Мен болады шығар, барып сұрайды дедім. Басшысы кім екен? Ана жерде келген кезде сол екі ортада мен уже мына кісіге айтқам ғой. Өйткені мен мына кісіге бірнеше рет әкелген осы адамдар келген. Айтқам, үйдесіз ба, үйдемін деді. Келе беріңдер, мен есігім ашып деді. Содан кейін кім жаңа жеңгелерін сұрады. Біз неге бала жасауға болады ғой деп. Сосын мен сізден сұрайын деп жатырмын да, қар баласы кезде ана кісі звондап жатыр, келіңдер деп. Сондай бір момент болып қалды. Негізі мына үйлерде де осы мына постоянно қонақжай кісілер осы. Жоқ, ол дұрыс. Біз бұл жерде жаңағы кім сынау емес. Ойымды білдіріп жіберсем рұқсат болса, осы жерде сізді сынап немесе бір ауылды келіп тексеру, бағалау біздің ол мақсат емес. Біздің мақсат бұл осыны қазір бұл бизнес постановаға айналып кетті да. Біз негізі бұл нәрсе қазақтың қанында бар деп келе жатқанымыз ғой. Бірақ біз оны болмай қалды деп өкінбейміз. Бұл бәрі біз шыққан кезде тәуекел қылып шыққанбыз. Не болса да біз көнеміз деп. Талғат. Тәке былай ғой. Бұл жерде ешқандай постанова жоқ. Шынайы дейтініз, неге десеңіз, мен мына жерде туып өскен адам. Амансыз ба, қалыңыз қалай? Мен басқа жақтан келіп, әкім болып, басқаша не емес, мен осы ауылдың адамымын. Жергілікті. Осы жергілікті, осы жерде туып өстіп, сондай адамбыз. Бұл ауылдың кісілердің бәрі менің үйім. Бәрі менің үйім. Мынау менің әкемнің жан жолдасының үйі. Біз туысқанбыз, біз не? Дұрыс, міне осы сөзіңіз үшін біз осы жерге тоқтаймыз. Басқа ауылға кетпейтін болдық. Мен туып өскен. Дұрыс. Рахмет, ниетіңізге рахмет. 498 отбасын, иә? Соны 140 семья бар ғой. Бәрі менің үйім. Бәрі менің үйім. Тамаша, өте дұрыс. Есіміңіз? Сәби. Мына кісі жасынан, менің сыныптасым. Сәке, өте жас. Менің үйім. Болды, құдай қаласа. Не жоқ, ешқандай не жоқ. Ауылдың үйлеріңіз біздің үй деп келе жатырмыз Астанадан. Бізге де керегі сол, ауылдың ауызбіршілігі. Көрдіңіз ба? Әкім кластасы болған қалай? Мынандай болады сіздерде мысалға, бәрінде андай достары, кластастары ғой енді ол олардың жақын адам жоқ қой мысалға. Бола ма сіздер келіп есігін бір түйіп ашей деп әкім ондай жоқ па? Әкім болған оған шығар ондай әңгімелер уже. Бәрібір кластас дос деген. Қарамайды. Жүре беремін. Мен ойлап қалдым, может сіздер әдейілеп мен үйіме шақырсам бармайды ма деп ойлап қалдым, мүмкін даже. Жоқ, сәке сіздің үйді қайтамыз деп айта ма деп ол соны ойлап тұрмын ғой. На самом деле мен үйімде бар, бала шағам бар, үйде анам бар. Негізі әлі де қарсы емеспіз. Бәрі шай ішейік. Біздің үйге келіп какая разница, бәрі
негізі ауылдың әкімі деген қаланың әкімі емес, ауылдың әкімі деген ол нақты сол ауылға жұмыс істеп жүрген адам ғой. Сол жерде жауапкершілігін өзіне алып келген. ешқандай кетпеген осы жерде өскен өте жақсы, өте жақсы. Өз ыңғайлы жер тауып береді ауылға да, бізге де. Сол текстін ешкім жазып бермейді, өзі шынайы әңгімесін айтатын кісілер ғой. Иә, сол ғой, иә. Құдай қонақ болып келіп қалдық. Құдай қаласа, мінекей жоспарлысыз, кәдімгі біз ойлағандай. Biz Afrika'da içtiğimiz kazaklar, konak geliri var. Yendi biz size konak geldiniz. Siz bize kavlardan şun ülken rahmet. Қазақта қонақ жайлы ғой. Қай уақытта болсын, есігі ашық. Rahmet sizge rahmet. Allah razı olsun. Ödeniz konak etmesin inşallah. Allah bağlarınız жақсылық yapıyoruz inşallah. Baktı boynuzlar. Bağlarınız. Sizin kızınız var? Иә. Hatınız kim bolası? Қарағат жарайсың. Ботақара жолы. Ботақарамен, иә. Ботақарадан бұрыласыздар солға. 300 бар ма? Қай жерден? Осы жерде. Қарағанды 750 шақырым. 250 ма сонда? Жоқ, Қарқаралыны айтамын. Қарқара 300 бар. 300 бар шығар. Не бар ма? Мұнда Зафровка. Ауылда жоқ ма? Айтты, бір осындай не жігіттер. Rahmet sizge. Ödeniz arkadaşında konak gitmesin. Dastarkanınız mol olsun inşallah. Aramızdan kavga aramızdan bebişilik olsun. Yerlemiş arkadaşlarımız. Tiniş olsun inşallah. Ama olsun dastarkanımız aman bu. Sen Toşun Afrika'dan geldin mi? Айтты жетісі адаммын деп. Мен кәдімгі бізге ауыл керек деп, сонымен не бар жақын маңайда деп. Сөйтіп тұрған кезде Мәшһүр Жүсіптің ауылы бар екен. Сонымен осылай қарай таптық бірден. Демен жастар жоқ әлі. Дипломмен ауылға деген бағдарлама бар, жұмыс жасайды. Бізде оңтүстіктен өзбек азаматтар келіп жұмыс жасап жатыр. Физикадан біреуі ағылшын тілі. Әртүрлі саяхатшы, журналистер, одан соң жаңағы тарихшы, әртүрлі саланың өзінің мамандары. Жалпы бұлай саяхатқа шыққан себебі ол бізде Айкараван деген үлкен жоба. Қазір Қазақстан бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Идеяның авторы Талғат Али. Осы кісі осындай ауыл экспириенс деген сапарға бүгін барлығымызды жинап, осылай саяхатқа шықтық. Жалпы бұл Айкараванның миссиясы осы сіздер сияқты өз ауылында, өз үйінде қонақ күтетін қонақжай үй иелерімен біз сияқты жолаушы, саяхатшы, басқа да кісілерді байланыстыратын арнайы платформа бар, қосымша. Телефонға жүктеп алсаңыздар да болады. Солай мысалы біз енді іздеп кеттік қой, оқушыларды көрдік, ал бұл жерде қосымша арқылы сосын сіздер сияқты любой үйге, мысалы любой ауылға барған кезде қонақжай үй иелерін сол қосымшадан таба алады. Содан соң осы қосымша арқылы енді біз айтып жатырмыз құдай қонақ деп біз ғана келіп жаңағы ауылда үйде тұрып жатып жаңағы ішіп жеп кету емес. Жалпы келген қонақ бұрын айтады енді құдай қонақ одан ешқандай ақы алмаған деп. Бірақ келген қонақ та ол өзінің қонақ кәдесін ұсынып кетеді. Бізде қосымшаның аясында қонақ кәде ретінде ол жаңағы минимальный өзінің несі бар, сомасы бар, үй иесіне қалдырып кетеді. Әр жолаушы жатқан адам өзінің жаңағы төлемін. Енді кешкі асына, таңғы асына бір рахметін айтып. Сол жағынан соны қосымшада да ол енгізілген. Сондықтан ол әр ауыл тұрғынынан негізі өзінің жұмысынан басқа тағы да тыс қосымша табыс. Мысалы 5 адам келді, грубо говоря, бір 50 000 теңге қолына түсті. Ол да бір орташа енді ауылдағы жалақы ғой негізі. Солай мысалы Қазақстан бойынша қазір көп ауылдар өздерінің үйлерінде қонақтарын күтіп жатыр. Бізде сол айтамыз, енді солтүстікте ол кішкене басқаша шығар, ол жақта дәстүр бар ма екен, ол дәстүрді біледі ме екен деп көп айтады. Соны біз көруге келдік. Және де құдай қонақ мысалы әрқашан енді әр жерде ешқашан Қазақстанда біз далада қалмағанбыз. Осылай саяхаттап жүреміз. Және де әрқашан әртүрлі адамдар кездеседі, үйінде қонып, осылай сіздермен бірге жаңа айтып жатырсыз ғой, өлкенің тарихын, қалай жаңағы Шарқы-Шөкіннің музейі ашылғаны, ол да бізге қызықты, өйткені біз басқа жақтан келдік. Сол сияқты басқа да туристер, ішкі туристер, келетін шетелдік туристердің барлығы осы өлкенің тарихын жергілікті тұрғын арқылы ашу, ол қазір туризмнің ең басты мақсаты және бастапқы қазіргі тенденциясы. 3 адамның
тілегі қабыл болады дейді ғой. Біреуі жаңа ауырған адам, екіншісі ата-ананың баласына деген дұғасы тілегі қабыл болады дейді. Үшіншісі жолаушы дейді да. Енді сол біздің жаңа ата-бабаларымыз осы дәстүрді мықты қылып кезінде қолданғаны, ұстағаны сол жолаушылардың дұғасын алып отырған ғой. Соның арқасында осындай кең даламыз бар, дәстүріміз бар, жаңа байлығымыздың бәрі сол деп өзім ойлаймын да. Енді сол жаңағы жолаушының қолындағы козыр ғой былай айтқанда. Оның айтқаны болады. Өйткені жаңағы айтылған дүние да. Соның бәрін қазір кафеде, гостиницада қалып кетіп жатыр да. Сөз ба? Сол қайда сіздің шаңырағыңызға келіп осы әңгіме болатын болса, бұл кәдімгі тарих та. Мен мысалы оңтүстік жақты біле қоймаймын. Кетіп барам жолда мысалы, білмеймін, машина бизнесін нетіп қалып, дөңгелек жағып қалды иә мысалы, жаңағы приложение мысалы, бұл ететін шығатын шығар иә мысалы. Шынберген Сүлейменовтің керемет ауылым жайлы әні бар. Сол әнді қабыл алыңыздар, тарту өтейік. Avuldan шығып кетіпті, арайын төгіп аспан, аралассам да жүрді, ауызған ауылдастарым сағынып жүрсін. Арайын төгіп аспан, аралассам да жүрді, ауызған ауылдастарым сағынып жүрсін. Konağım gönlüm yerine, tüm aslanımda sağındım. Neyden zor işimde, ordaslarımda sağındım. Uzadır şuvar avul, kuşumdum şahın sağındım. Ağayım yuvuz olur benim şişimlik şeyim sağındım. Sandılar avul, kuşumdum şahın sağındım. Ağayım yuvuz olur benim şişimlik şeyim sağındım. Taplanlar, ağırsın köyün sağından. Şımbırgen namın aytlanday, davısın köyün sağından. Avuldan kızı güçlü, kara öyle güçlüyle. Avuldan adam güçlü, aramdan avul güçlüyle. Avuldan güçlü, kara öyle güçlüyle. Avuldan adam güçlü, aramdan avul güçlüyle. Avuldan adam güçlü, aramdan avul güçlüyle. армысыздар. Бүгін міне мынау қазақтың қонағы арнайы қонақ деген болады. Арнайы қонақ, қыдырма қонақ деген болады, иә. Сол секілді таңның атысымен жаңа небір
ауылға жамағат жиналған қауым келді деп ауылымыздың әкімі хабарлап айтқаннан кейін осы жаққа ат басын бұрып отырмыз. Қош келдіңіздер жалпы. Бәрімізге ортақ бір көктемде шуақты күндерінде ел білетін тойың той қаласы деген әннен бастайық, иә? Сөктем келіп жазында, той таусылмас қазында, осында үлкен кішіде, ағайында бауырда. Баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты, тіледім айым. Музейдің ашылуына негізгі себепкер болған жаңағы осы жердің ағамыз Бағдат Даниярұлы Дүйсенов. Ол кісі осы музейді, Шапошокин атындағы музейді, өлкетану музейі ашуына үлкен себепкер болды. Сосын жол ол кісі идея тастады. Сосын ауылымыздың осы әкімшілігі, жаңа мектеп бар. Ауылымыз жәдігерлері көптеген, мысалы сіздер жаңа көрген сөңке, мысалы диірмен, жаңа ескі үтік, басқа да мысалы жаңа өзінің сол кездегі Алматыдан келген Шапошокин аға атамыздың үйлері, жаңағы жәдігерлері. Негізі көбісі Мәшһүр Жүсіп ауылына келген кезде бірден сол Мәшһүр Жүсіп атамыздың мавзолейіне, яғни кесенесіне барады, бірақ бұл ауылда тағы да бір кереметтің барын негізі көбісі біле бермейді. Яғни тіке Мәшһүр Жүсіпке барады, қайтады. Ал бұл ауылда негізі халқы да қонақжай, және де ең бастысы көріп тұрғандарыңыздай артымызда жалпы қазақ энергетикасының қалаушысы деп айтайыншы. Осы кісі кейбір әңгімелерге сенсек, Қаныш Сәтбаевтың өзінің оң қолы болған дейді. Жалпы осы ауылдың, осы өңірдің тумасы, бұл ауылдікі демей ақ қойын, осы өңірдің тумасы болғандықтан бұл жерде міне сол кісіге Шафик Шокин дейді. Мысалы сол кісіге арнап кәдімгі мұражай ашып қойған. Яғни жасаған дүниелері, ашқан дүниелері барлығы осы жерде бар. Сондықтан кімге де болса айтайын, Мәшһүр Жүсіпке келдіңіздер ме, ұмытпай, аттап кетпей, дәл осы мұражайға да келіп кетсеңіздер. Дәл міне мәдениет үйінің жанында тұр, алысқа барудың қажеті жоқ, жолдың бойында көрініп тұр. Көбісі мән бермей өтіп кетеді, бірақ бұл біздің тарих, бұл біздің аңыз, бұл біздің тұлға. Және де дәл сол тұлғамызға арнап жасалған осы Мәшһүр Жүсіп ауылындағы мұражайға мен ойлаймын, жүрегі қазақ деп соғатын кез келген адамның кіріп амандасып кеткені дұрыс болар. кәдімгідей бір энергетика пешіне өзімді өзім зор бастап отырмын. Мен наоборот не отырмын соғып отыр. Анда не отырмын, мынау усмотрение бар ғой. Отырмын кәдімгі. Болады ғой бір күйбең тіршілік бейіп кетесің, тынышталып, рахат бітіп қаласың. Сонда отырмын. Мен берісінше жүрек қағысым жиі. Осындай кесенелерге барған ұнайды маған негізі. Себебі біріншіден бізде қазақта сөз бар, өлі риза болмайды, тірі байымайды дейді. Біз әруақтарымыздың ризалығын үшін
осылай зиярат етеміз. Біз қазақ халқының мәдениетінің бір бөлігі. Екіншіден осындай жерлердің негізі энергиясы дейміз бе, жалпы осы жерде өзіңді күшті сезінесің. Ешқандай уайым жоқ, тып-тыныш, бір кәдімгідей жан тынышталады да осындай жерге келсең. Сол үшін осындай жерлерге барып тұру керек негізі. Кіші баласы Фазылдан туған, атым Қажымұқан, сол кісінің кіші баласы болам. Осы жерде бала кезден істеймін. Мына музейде 30 жыл істедім. Енді қазір балам істеймін, келіп кетіп жүрмін осы жерге. Мына жерде сары жазық дейді екен, мына жерде сары бұлақ дейді екен. Сонда бұл кісі келіп ақсақалдан бұлақты келіп сұрайды. Осы бұлақты маған беріңіздер, мен осы жерге қонсалаң отырамын. Сонда ақсақалдар айтқан екен, о, мына жердің иесі енді келді. Сен осы жердің иесі болдыңыз деп, содан бастап мына жер Ескелді деп аталады. Ана кісі ата мешіт берген. Иесі келді дейді. Сонда бұл кісі 73-те өлетін, бұл кісіге Алла тағала 39 жасында ем берген. Көрдіңіз бе, Алла сонда бұл кісі 73-те өлімде осы жерге 31 жыл қайтқан, 29 жыл осы жерге екі бөлме үй салдық, қазақ үй салдыра бастайды. Сонда қабірін қазғанда айтады, қабірін қаза бастағанда айтады, қазір менің басшамын 1 метрден кейін Самарқанның көктас шығады дейді. Сонда ұзындығы метрге жоқ, 40 сантиметр енді бірге тас шыққан жұқа. Соны стандарт қарап тұрып алдырған стандарт. Қасына қойып қойған. Сосын қабірін қазып болған, қабірдің аяқ жағынан ағаштан ашпала жапыр есік қойдырып, денем шірмейді деген. Сонда арасында ана кісілер түсіп кіріп отырған, баспалдақ қойдырған. Сонда бұл кісінің ересі осы елуге дейін басын болса 20 шірмей шыққан соның ішінде. Оларға жатқызып қойған, бетін ақмада жаққан. Сонда ақсақалдар түскенде дейді, ана шұңқырдан салқын самал бір жел соғып тұрады, қош ез дейді, мұздай соғып жүреді. Ол енді бұл кісінің тырнақ ішеңі түспеген, сақалымыз түспеген, солай жатқан. Қарны толған, қарны толып түн күйіп жатқан кезде түсіп кеттің, кәдімгі түн күйіп жатқан. Сонда бұл кісі соны Аллаң айтты. Сонда бұл кісі енді біз содан кейін бұл кісі енді мына 31 жылдың ноябрьде 20-сі қайтыс болады, бірақ 31 сентябрінде үй салып бітіреді бесі кезінде. Содан осы халыққа хабар жібереді, мәшһүр өтіңдер келсін деп. Келсе атамыз тұра тұра таңғалады, әйелдерге жоқтау айтырады. Ертеңінде аспираттың астың алдында бұл кісі өзі жаңағы өзі шығарады. Оны ешкім түсіндіріп бере алмайды. Екінші мәселе айтайын, мен сіздерге бұл кісінің ерекшелігі мына 32 тасшық болып 40 жыл бермей қалған, соны бұл кісі біліп отырған. Соны айтқан екен, мен келесі жылы сендерге 40 жыл беріп жатырмын деген таңғалыпты бәрі. Аты енді молда келеші еліміз халық болса береміз дегенде жаңа жігіт сөз айтқан әлгі үретін сөз айтқан жаңа жігіт. Ол жігіт келеді. Сондықтан мына жерде мен осы түсінгенім, мына жерге келгенде бізде көріп, бізде қазір келгенде біз Алланың жолымен келмейміз, қалай солай келеміз. Мәшһүр билетіп жетіп келеміз. Құранда жазылған қалай келу бәрі соны істеп қана келу керек. Сонда ғана тілегімізде пештәме деп тұр, соны түсіріп айтамыз, көп түсіне қоймайды. Халықтың ойы мындай бір қой сойып Құран оқыса бітті бір сатып алып қойды. Бізде жүректе Алла жоқ, ниетте ғана тілім сайлап тұр, жүректе Құдай кешсін енді. Мен сол түсінгенім, шын сұраған кісілер Алла өлімге дейін береді, мен көзім жетті, өлім жүрді. Даланың вайпы қаланың вайпына қарағанда бөлек болады. Себебін айтайын ба? Өйткені Айкараван осындай кружкамен кайф шайлар беріп отыр ғой. Қоңыраулие деген жерлер бар. Жарты адамда Қоңыраулиеге барғысы келеді. Жарты адам бізде жарты топ Қарқаралы жүріп жатыр. Сол жағын бір ақылдасақ, қазір бір Қарқаралы. Неше адам? Қарқаралы. 3 адам. Шаға, Сулифа кеттік. Болмай қалды ма? Нұрғожан сөзін. Бұл уже 3-ші попытка ғой, негізі Астанада уже шешілген ғой, Баянауылда келінші. 2-ші попытка ол тағы да болмады. Сулифа, ана жерге шығамыз қазір, сол жерде тағы бір ойнаймыз, окей? Шешілді, Баянауылды аралаймыз. Асфальтымыз ұлда. Баянауылды аралайық, сол дұрыс болады. Қарқаралыға барғанша қараңғы батып кетеді. Мен үшін бәрібір қазақтың даласы. Мен тура қалай Қарқаралыны аралап жүрмін, қалай Баянауылды аралап жүрмін, дәл солай бүкіл Қазақстан мен үшін бірдей. Құдай-ай. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін. Қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мәңгілікке тірілдім, мәңгі өлмеске. Айта бергім келеді, айта бергім. Мына дархан даланың қараңыздаршы, мынандай көрінісін көріп тұрып, әй жандарым, қалай аласарамыз біз, қалай төмендейміз. Осы тау тұлғалы, осындай дархан далалы болайық жандарым. Әр қазағымның мәртебесі дәл осындай биік болсын.
Туған жердің тылсым сырын ұғып көр. Болтын оның бұлт демей бір түбіттер. Қарап тұрып мынау шырқау шындарға, қалай төмен боламыз ей жігіттер. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр. Тұма бұлақ дариядан үміткер. Қарап тұрып мынау түпсіз теңізге, қалай таяз боламыз ей жігіттер. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр. Теңіз кешіп шын басына шығып дер, көре тұра мынау ұлы даланы, қалай кіші боламыз ей жігіттер. Өз заманда Баян сұлу осы көлге келіп шашын жуған дейді. Сол шашын жуып жатқан кезде сабыны көлге түсіп кеткен дейді. Содан кейін осы көл әлі дәл қазірге дейін көпіршіктеніп жатады дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, қандай аңыз, иә. Енді ол не дегенмен аңыз ғой, бірақ шынымен де жазда келсеңіздер, бұл жерде өте табиғаты да, көлі де бәрі керемет. Шынымен де жазда келсеңіздер, көпіріп жатқан көлді сіздер көре аласыздар ағайын. ойлаймыз. Мен көрген ең терең үңгір әзірше осы. Надо спиной спускаться себе. Жаға жаққа кірмедіңіздер ма? Кірдіңіздер ма? Ары қарай баратын не жоқ? Кішкентай асты су болады. Кіріп қаласыз. Осы жерде зиярат етіп, жаңағы Алладан, Құдайдан. Ана суда ішсе бірдеңке болады. Бірақ анандай Сенің ғой. кішкентай ғана судан. Жас уақытта зиярат етушілер көп болады осында. Толы ішу керек болса ішейік. Келіңіздер. İşte. Ой, я еще почти костюм. Вообще Тут ничего не видно.